Үшінші сабақ. Сәйкестікті анықтау есептері. Бірінші есебіміз. Кестеде бастапқы сөзді сәйкестендірілген теңсіздіктің бүтін шешімі бойынша түрлендіру берілген. Отандастар отан түрлендіруіне сәйкес теңсіздікті табыңыз дейді. Кестеге қарайтын болсақ, бикеш x үлкен 2-ден. Және мынаны кеш деп жазып қойыпты. Бұл жердегі x-іміз бүтін болу керек. Яғни 2-ден үлкен болатын сан. Ол кем дегенде 3. Кем деген қарастырайық, аты одан үлкен сандар өте көп қой. Бірақ кем деген қарастырайық. 2 мына жағымыз 3. Яғни кем дегенде 3-іміз бізде 2-ден үлкен болады. Яғни бізде бүтіндер деп айтты. Ары қарай. Енді қараңыз. Бикеш деген сөзде би, яғни 2 әріптен құралған, ал кеш 3 әріптен құралған. Демек, мынау бізде кеш болып тұр, а мынау би болып тұр. Мына жаққа қарай кеттік. Олай болатын болса, отандастар. Отан дегеніміз бізде отан дегеніміз бар. Және дастар, отан, дастар. Енді қараңыз, мына жақта кеш. Ол былай ауысты, ал мына жақта былай ауысып кетті. Ал мына жақта керісінше алынып кеткен, мына екіге бөлінген кезде, яғни екі буынға бөлінген кезде отан және дастар деп бөлінді ғой. Отан и бөлінеді дастар деп. Енді қараңыз. Отан бұл 4 әріптен құралған, ал дастар дегеніміз 6 әріптен құралған. Демек, мынау 6 болса, мынауымыз 4 деген сөз. Енді осы екеуінің бұл жерде орындары ауысып тұр. Демек, бізде теңсіздігіміз ауысып кетеді деген сөз. Олай болатын болса, жауабымыз x кіші 6-дан болады. X кіші 6-дан. Демек, бұл есептің жауабы Е жауабы деген сөз. Екінші есеп. Цифрлар фигуралармен белгіленген болса, онда төмендегі суретке қай жауап сәйкес келеді? Яғни, мына үшеуі болуы мүмкін, немесе мына үшеуі болуы мүмкін, немесе мына үшеуі деген сияқты болып тұр. Енді қарайтын болсақ, мына бастапқы екеуі бірдей, ал мына жақта бастапқы екеуі бірдей емес. Сол себептен бұл жауап сәйкес келе алмай қалды. Бұл жерде 3 бұрыш и оның астында 3 бұрыш, Демек, мына жерде 2 болса, оның асты 2. Мына екеуі сәйкес келе алады екен. Енді соңғы екеуі бірдей, яғни 4-4, мынақта да 4-4, жоғары жақта да 4 көреді. Сәйкес. Енді бағана мына екеуі бізде 3 болса, мына екеуі 2 еді ғой, 2 болса, демек мына жерде 2. Ал 6 болса, мынау да 6. Демек, бізде 3 бұрышымыз 2-ге тең, дөңгелегіміз 4-ге тең, ал 4 бұрышымыз 6-ға тең болып шығады, яғни жауабымыз Б. Біз жауаптарды мына суретпен сәйкестендіре отырып анықтадық. Келесі, үшінші есебіміз. Асанның ұялы телефонына шифрленген келесі жазу келді. 1, 2, 3, 4, яғни 5-і бар, 1-і бар, 6-сы бар. Бұл жазуда әртүрлі цифрлар әртүрлі әріптерді көрсетеді. Ал бірдей цифрлар бірдей әріптерді көрсетеді. Шифрленген жазуды анықтаңыз. Енді кеттік, анықтап көрейік. Алға, яғни А, Ыл, Ғ, А. Қайттан сәйкес келіп тұр. А деген әріпіміз 1-ге сәйкес келіп тұр, Енді Қ басқа әріп. Қ, А 1-ге сәйкес келіп тұр. З, А Қазақстан деген келе жатырмыз ғой. Демек, А әріпі де сәйкес келеді. Қ, А, З, Ақстан, А, Н. Мынау да сәйкес келеді екен. Демек, мынау тұрған шифрленген сөзіміз, яғни мына цифрлардан құралған сөз, ол бізде алға Қазақстанға келеді. Ал мынаған келе алмайды, мына қараңыздар. Ж, А, С, А. Ж, А, С, А. Көрдіңіздер ме? Мынау Ж, мынау басқа әріпке келіп қалды ғой. Демек, жақсы Қазақстан емес. Аттан дегенде де А, Т, Т, А, Н. Сеніммен, мынау С деген келмей қалды уже. Мынақта да өсе бер қазағым. Ö, С, Е, Б. Сәйкес емес. Нұрлан қала. Н, О, Р, Л. Мына екеуі келмей қалды. Н мен Л болып қалды. Сондықтан бұл есептің жауабы алға Қазақстан болады екен. Төртінші есеп. Қай санды меңзеп тұр? 220, ал ең максималдысы 300. Ал соның аралығы қанша бөлікке бөлінген? 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлікке бөлінген. Демек,
300-ден азайтамыз 220-ны. 300-ден 220-ны азайтатын болсаңыздар, бізде 80 қалады. 80-ді 5 бөлікке бөлген, 1, 2, 3, 4, 5 бөлікке бөлген. 80-ді бөлеміз 5-ке, бізде 16 шығады. Демек, әрбір бөліктің арасы 16 градус па, сондай болып тұр ғой, 16-ға сәйкес болып тұр. Олай болатын болса, 16 қосылады, одан кейін тағы 16 қосылады. Яғни мына жерге жету үшін 16 2 рет қосылды. Яғни 220-ға қосамыз 16-ның екеуі, яғни 32-ні. Сонда екеуінің қосындысы 252 болады. Жауабы 252. Міне, А жауабына сәйкес келеді екен. Сәйкестендіру есебін бір-бірімен жауаппен сәйкестендіру керек еді. Жауаптармен сәйкестендіріп шықтық.